Сәлем достар, баршаңызға. Сіздермен Айзада. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюға кеңес беремін. Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамы қызыл ірімшік қайнатуды үйренеміз. Ең алдымен қазанымызға, түбі қалың ыдысымызға немесе сүтімізді құйып қайнатамыз, және қайнаған сәтте үстіне айран құйып араластырып отырамыз. Сонда сүттеріңіз видеода көрсетілгендей әритін болады. Қоспалардың толық мөлшерін видеоның астында жазып қалдыратын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай сүттеріңіз дәл осылай іріуі қажет, ал егерде ірімей жатса, онда тағы да айран қосу керек болады. Дәл осы қайнаған сәттен бастап 2-2,5 сағат орташа отта қайнататын боласыздар. Арасында араластырып тұруды ұмытпаңыздар, түбі күйіп кетуі мүмкін. Мен қарапайым қолдың сүтімен жасадым. Егерде сіздерде қолдың сүті болмай жатса, онда сақтау мерзімі 5-7 күннен аспайтын дүкеннің сүтін қолдансаңыздар да болады. Қайнаған сайын сіздердің ірімшіктеріңіздің түсі қоңырланып өзгере бастайды, бірақ әлі қайнататын боламыз. Түсі дәл осындай қоңыр болған кезде қантты салып, тағы да жақсылап араластырып, астындағы отты қатты қыламыз, және де бір қайнағаннан кейін астын тағы да орташа отқа қойып 40-45 минут қайнататын боламыз. Мен ірімшікті суы толығымен тартылғанша қайнаттым. Сіздер қаласаңыздар, сәл сұйықтығы бар кезде сүзіп алсаңыздар болады. Және осындай сүзгіге қойып, жақсылап сүзіп аламыз. Мінекей, осымен біздің ұлттық десертіміз дайын. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Сіздердің де қолдарыңыздың келетініне сенімдімін. Барлықтарыңызға ас болсын. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.